Тепсе темір үзетін қазақтың жігіттері көп. Мөлдір Әуелбекова махаббаттан әлі де үміт үзбейтінін жеткізді. Отандық әнші Мөлдір Әуелбекова осыған дейін 2 рет некеде болып, өмірге ұл мен қыз әкелді. Өткен некелері сәтсіз аяқталған өнер иесі жүрегін біреуге сеніп тапсыра алатынын 1001 түн бағдарламасында айтып берді, деп жазады Казнур.kz. Бағдарлама жүргізушісі әншіден жүрегіңізді сеніп біреуге тапсыра аласыз ба, әлде қорқыныш, үрей басым ба деп сұрады. Егер де әртүрлі жаңалықтар мен ақпараттардан хабардар болып жүргіңіз келсе, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Ал әнші сұхбат барысында үмітін үзбейтінін айтты. Тапсыра аламын деп ойлаймын. Неге десеңіз, мына жақ сәтсіз болды екен деп. Әр адамды, ол адам сондай болды, оңай қия салды. Мүмкін оған солай істе деп айтты. Тепсе темір үзетін қазақ жігіттері көп қой. Барлығы сондай деп айта алмаймын. Мен үмітімді үздім, болды, жоқ, түбегейлі деп айтпаймын. Бұйрық Алладан. Тағдырыма не жазылады, маған не бұйырады, сол болады, деді Мөлдір Әуелбекова.